Жамбыл ауданына қарасты нөмір 3 орта мектебінің тыныс-тіршілігі Жамбыл облысы оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлерінің жергілікті кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігінің филиалы білім қызметкерлері кәсіподағының Жамбыл аудандық комитеті арасындағы келісімді ұжымдық шартын басшылыққа ала отырып өз жұмысын жүргізуде. Мектебімізде салалық кәсіподақ мүшелігіне барлық қызметкерлер 100% қамтылған. Кәсіподақ өз қорғауын, өз қолдауын ұсынатын заңды ұйым. Қоғамның басты құндылығы ол еңбек адамы. Кәсіподақтың алдында тұрған басты мақсат жұмысшыларға жайлы еңбек жағдайын туғызу, жас мамандарға демеу беру, еңбек шартының дұрыс орындалуын үнемі бақылауда ұстаймыз. Педагогтердің оқу жүктемелері, сағат сандары, кадрларды қабылдау, сабақ кестесі, демалыс кестелері, біліктілік санаттарына өту, ішкі тәртіп ережесі және өзге де нақты жағдайларда кәсіподақ комитетінің пікірі ескеріледі. Еңбек қауіпсіздігі жағдайында еңбекті қорғау, өндірістік кеңес, келісім комиссиясын, тексеру комиссиясы, бақылау жұмыстарындағы шешімдер әділ жүргізіледі. Мұғалімдеріміздің оқу жүктемелері толық. Бүгінгі күнге дейін арыз шағымдар түскен жоқ. Техникалық кіші қызметкерлер өкілдері, бөлме тазалаушы қызметкерлерге де 36 күндік еңбек демалысы менен емделу жәрдемақысының берілуі де осы сала қызметкерлерін әлеуметтік жағынан қорғаудың тағы да бір көрінісі. Кәсіподақ активі мен белсенді авторлық топтың ықпалымен жасалынған ұжымдық шарт жетістігін мектебіміздің кітапханашылары да көріп отыр. Ұжым мүшелері жыл сайынғы коммуналдық төлемдерінде уақытылы алып отыр. Өз еңбектерінің жемісін көру үшін ең алдымен денсаулық керек. Осы бағытта әріптестеріміз сауықтыру шипажайларына барып қайтса, Ташкент, Түркістан, Ыстықкөл туристік сапарларына әріптестеріміз жақсы демалып қайтты. Қайырымдылық көмек көрсету шаралары бойынша түскен өтінімге біздің ұжымнан да және аудандық білім бөлімінен де көмек ұшы берілді. Жалғызілікті ана, кездейсоқ жол апатына түсу, ота жасалынған әріптестерімізге қолдау көрсетілді. Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша жарна қаржылары кәсіподақ ұйымына қайтарылып, мерекелік іс-шаралар мен еңбектеріне қарай марапаттарға жұмсалынып отырылады. Атап айтсақ, ұстаздар мерекесі, еңбек күні, қарттар күні, 8 наурыз аналар мерекесі, жаңа жылдық сыйлықтарға, құрметке лайықты зейнет жас иелеріне құрмет көрсетіледі. Ардагер ұстаздарымыз үнемі бізбен бірге. Ұстаздар арасындағы спорттық іс-шаралар жыл қорытындысы бойынша үздік мұғалім, үздік бірлестік, үздік оқушы, үздік сынып жетекшілеріне үлкен көлемдегі марапаттар ұсынылады. Мектеп миссиясына қол жеткізу үшін мақсатты бірнеше жобалар жұмыс атқарылады. Биылғы оқу жылында осы айтулы жобалар ішінде білім алушы ұйым жобалары, мектеп мұғалімдерінің арасында бірнеше семинарлар мен конференцияларға және де кездесулермен толықтырылды. Жамбыл ауданына арнайы сапармен келген оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың да мектебімізге келудегі мақсаты адал азамат тәрбиелеп отырған ұстаздарға үлкен сенім артып кетуінде. Еңбектерімен еленген облыстық білім қызметкерлері арасындағы қоғамдық кеңес мүшелерімен, соның ішінде атап айтсақ Сұлушаш Сәтбекқызы мен Бақыт Сейіт қызыменен Ерлан Мәденұлымен және тағы да басқа зейнеткер мектеп басшыларымен әріптестер арасында кездесулер өткізілді. Ынтымақты елде бақ тұрады демекші. Ұжым ауызбіршілігі өте жоғары. Бірлікте береке, кәсіподақта қорғаныс бар жерде әділдік бар. Еңбек адамдарына қалқан болған кәсіподақтар қызметіне толағай табыстар тілейміз.